Қайырлы күн баршаңызға. 2025 жылы ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында әрбір кәмелетке толмаған баланың шотына шамамен 118-130 ақш доллары көлемінде қаражат аударылады деп күтілуде. Бұл сома 2024 жылғы төлемнен шамамен $100 жоғары. Төлемдердің нақты мөлшері 2025 жылдың қаңтар айында балалар саны анықталғаннан кейін белгілі болады. Қаржы министрі Мәди Такеевтің айтуынша, әр балаға $118-120, ал ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің болжамы бойынша $130 төленуі мүмкін. Айта кетейік, 2024 жылы 7 миллионға жуық балаға $100 52 центтен төленген болатын. Төлемдер 2025 жылдың қаңтар айының соңына дейін балалардың шоттарына аударылады деп жоспарлануда. Ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.